адамға ақша қызық қой. Дұрыс па? Бастай берейік па, нормально ма? Кеттік ал. Енді сіздерге бір жылда 50 миллион табатын жолды көрсетейін. Бір жылдың ішінде табылатын ақша сіздің. Қалай табамыз дейсіздер бұл? Көбісі бұл жерде бизнесті бастап қойған адамдар, бастап отыр көбісі. Көбісі, может, кейбіреулер әлі тіркелмеген де шығар. Енді мен сіздерге $600 маркетинг планды отырмын. $600 деген қалай ойлайсыздар? Үлкен ақша ма? Жоқ. Әркімге аралай біреуге кішкентай шығар, енді сіздерге мен былай айтайын, ақшадан қорықпаңыздар. Мына шыққан ақшаны сізге не істейді? Қайтып келеді. Сіз сол шығаратын кезде өзіңіз ұстап үйренуіңіз керексіз. Вот шығаратын жерде сіз тырысып қысып ол солай тарылып келеді. Біз иногда өзіміз үшін ақшаны не істейміз? Аяймыз деген сияқты. Өзіміз үшін ақшамызды қимаймыз деген сияқты ғой. Мен сіздерге айтамын, ақшадан бұрын сіздер өзіңізді қойыңыздар. Ақшаны сіздер төмен қойып, өзіңізді жоғары қойыңыз керексіздер. Сол кезде ол энергия басқаша жұмыс істейді. Көп адам өзінен бұрын ақшаны жоғары қойып қойған. Қазақта бар ғой, шығыс болмай, кіріс жоқ. Кен болмай, кен болмайсың дейді. Кендігімен жіберіңіздер, үйреніңіздер. Сізге бизнес келіп тұрма, қорықпаңыздар. Ұнап тұрма, баста кетіңіздер деген сияқты. Оңай. Енді түсіндірейін қалай. $600 сіз біраз бизнес бастау үшін не істеп жатсыздар? Кейбіреулеріңіз құйып жатырмыз деп ойлайсыздар. Бұл мен сіздерге айтайын, $600 сіз құйып жатқан жоқсыз, $600 сіз продукция алып жатырсыз. Бір коробка продукция біраз аласыз. Ол 4-5 айға дейін не істейді? Жетеді. Соны ішесіздер, жеңіл өмір сүріп бастайсыз. Оңай өмір сүріп бастайсыз. Одан кейін бизнесті бастайсыз. Енді продукция алғаннан кейін компания сізге магазин ашып береді. Интернет магазин, Эри Health деген. Сіздің аты жөніңіз данный бәрі толтырылады. Мына көрініп тұр ма? Магазин сіздің екіге бөлінеді дейді сразу. Левое отделение және правое отделение. Осы левое отделение, правое отделение товар оборот өткен үшін компания сізге ақша береді. За красивый глаз и компания не платит за товар оборот платит. Енді біз қалай товар оборот жасаймыз, қалай үлкен организация құраймыз. Сол туралы айтып кетейін. Компанияның екі условиясы бар. Бірінші условиясы 4 лишник дейді. 4 жақындарыңызды жай ғана $100 тіркей сал дейді. Орын алып қойып. Көбісі мама, папа, брат, сестра не істейді? Қоя саласыз деген сияқты. $100. Жеңілдік сізге. Екінші условия компания айтады, енді 4 бизнес партнеріңді тап сол кісілермен бірге жұмыс жасады. Сіздерге енді 4 бизнес партнерді не істеу керек? Тауы керек. Ал ашық сөйлесейік. Если жұмыс бастайтын болып отсаңыздар, серьезно кірісетін болсаңыздар, қанша күнде 4 адам тіркейтін? Әртүрлі. Давайте өстеге қараңыздар. Біреу 3 күн дейді, біреу 1 апта дейді, біреу 1 ай дейді, біреу қорқып тұрсың 2 ай деу мүмкін. Жарайды 2 ай дейді сіздерге. Енді қараңыздар. Бұл кісілер тіркеместен бұрын мен сіздерге айтамын. Сіздерге рұқсат жоқ бұл кісілерге жұмыс түсіндіруге деймін. Кірген адамдарға да, кірмеген адамдарға да мен айтам, сіздер не имеете право жұмысты түсіндіруге. Почему дейсіздер ғой? Потому что сіздер әлі ондай ақша тауып көрген жоқсыздар. Сол үшін ол жұмысты мен сияқты адамдар түсіндіреді. Сіздің жоғары жақта спонсорларыңыз ақша алып отырған адамдар түсіндіреді. Сіздің жұмысыңыз просто не істеу керек? Шақыру керек. Адам просто алып келесіз, досыңыз жүрші, кетші. Бұл жерге бір қызық нәрсе бар екен, көріп шығайық дейсіз. Кір көріп шығу.
Енді мен сіздерге сразу айтайын, сіз бір айдың ішінде 30-40 адам шақырасыз. Ашық сөйлесейік, 30-40 адамның бәрі кіркете ма? Қанша өңір мүмкін? 5-6. Әр түрлі. Енді мен сіздерге айтайын, закон Паретто дейін 40 адамның жаман немен 4 адамы кіреді. Болмады дегенде. Міне сіз 40 адам шақырдыңыз, соның 4-еу келдіңіз. Bir ayın içinde жасадыңыз. Bir ay siz еще жұмыс түсіндірмейсіз, оны біз түсіндіріп отырмыз. Біз көмектесіп отырмыз. Сіздерге поддержка беріп отырмыз. Сол 40 адам ішінде сізде қалай ойлайсыз, сол 40 адам, енді осы жерде ашық сөйлесіп кетейік. 40 адамның бәрі кіріп кетпейді неге? Әр адамның ойы әртүрлі. Біреулер сенбейді. Ауыздар күйген әбден қырсығып не істеп жүр? Ойдай болмайды жағдай, қой деп сенбеймін деп тырысқан адамдар кездеседі. Сонымен қатар бәрі тырысқан емес қой. Дұрыс па? Оның арасында қандай адамдар да кездеседі? Бос жеңіл жүрген, кәсіби жүрген адамдар да кездеседі. Сіз жұмыс түсіндіріңіз, давай дейді. Кеттік дейді. Қарамайды, бері қарай. Енді қараңыздар. Мысалға 4 досыңыз келді дейші, Қайрат, Серік, Берік, Дидар деп қойды, например, жігіттер. Қыздар болса не істейді? Қарлығаш, Сәуле, Бибігүл, Дидар, Динар деген подружкалар келді дейді. Енді осы кезде сіздер қанша ақша аласыздар? 210 мың теңге сіздерге осы кезде түседі. 2 адам шақырсаңыздар 100 мың теңге түседі. 4 адам шақырдыңыздар 200 мың теңге түседі. Bir ayda жасадыңыздар, bir ayda аласыздар. 3 күнде жасадыңыздар ма? 3 күнде аласыздар. Bir жетіде жасадыңыздар ма? Bir жетіде сіздер сол ақшаңыз аласыздар. Әркім өзіне байланысты. Мен бірақ bir ay деп алайын. Bir ayda возможно ма? Возможно ма деп сұрақ қойып отыр. Возможно ма? Может деп. Тыспаңыздар, жіберіңіздер, это возможно. Бұны жасап алған адамдар бар. Даже 3 күнде тіркеп алған адамдар бар. Енді біздің көмегімізде сіздер спокойно 4 адамды тіркеп 210 мың теңге аласыздар. Енді келесі нәрсе не? Сіздер дайыш адам тіркеп қола кетпейсіздер. Сіздер енді ақша алдыңыздар, сіздер көрдіңіздер, дәмін сезіп көрдіңіздер. Дұрыс қой? Енді сіздер мына Қайратқа көмектесесіз. Енді сіз мына Серікке көмектесесіз. Енді Берікке көмектесесіз. Енді Дидарға көмектесесіз. Если қараңыздар, мысалға мына кісі келді дейікші, мен бұл кісінің шақырдым, тіркелді, мен десем бұл кісіні таста кетпеймін. Ал енді жүгір өзім жаса демеймін. Аға, сізге рұқсат жоқ деймін басқа адамдарға түсіндіруге. Мен түсіндіремін. Қалай айтасыз, мен десе бұл кісіге поддержка берсе, бұл кісі 4 адам тіркей ала ма? А если таста кетсе, может тіркей алмайды. Қалып қою мүмкін. Осы жерде ошибкалар болып отыр. Көп адамның ошибкасы болып отыр. Сіздерге айтарым, тастамайсыздар. Сіздер жауапкершілік аласыздар. Кет, жүр, қорықпа. Солай поддержка берсеңіз, Қайратта 4 адам тіркей алады. Бекзат дедіңіз ба? Бекзатта 4 адам тіркей алады. Поддержка берсеңіз. Серікте 4 адам тіркей алады, Дидарда 4 адам тіркей алады. Осы кезде сіздің достарыңыз қанша ақша алады? Каждый 210 мың теңгеден алып отыр. Енді сіз поддержка берген үшін сіз қанша ақша аласыз? Мыналарға 1 ай уақыт берейік тоже. Сіз үшін 2-ші ай уақыт өтті. Сіз бронзовый менеджер боласыз, кстати, жерде менеджер боласыз, жерде бронзовый менеджер боласыз. Осы кезде сізге 250 мың теңге түседі. Нормально? Салған ақшаларыңыздан больше шығарып алдыңыздар ма? 450 мың теңге істеп алдыңыздар? Шығарып тастадыңыздар. Еще сіздерде бизнес бар деген сияқты. Ары қарай кеттіңіздер енді. Енді Бекзат бар, Серік бар, Қайрат бар, Дидар бар. Бәріміз мына адамға көмектессек, мына адамдар 4 адамнан тіркей ала ма?
Осы кезде 32 адам болады. Мынау вообще 8 адам. Мынау 32 адам болады. Сізге 3-ші, 4-ші ай кетті дейін. Осы кезде даже 2 ай босып кетті сіздерге. Сіз серебряный менеджер статусын жабасыз, сіздің доходыңыз осы кезде 450 мың теңге болады. Плюс енді компания сізге 70 мың теңгеден 3 ай беремін дейді. Келатсыздар, нормально түсініп отырсыздар? Мына жерге дейін жүріп түсінікті ғой? Иә? Айтып отырмын ғой, 450 мың теңге. Зат товарға бару үшін сіздер 450 мың теңге алдыңыздар. Енді қарасаңыз, компания мына адамдарға да ақша беріп отыр ма? Потом мына адамдарға да ақша беріп отыр ма? Потом сізге де беріп отыр ма? Сіздің бәріңізге беріп отыр ғой. Оны есептеңіздер. Иә. Еще сіз бір раз алдыңыз. Сіз өмір бақи не? Алу деген нәрсе жоқ. Активация деген жоқ. Асықпай істесеңіз де осы ақшаны аласыз. Тез істесеңіз де осы ақшаны аласыз. Сізге байланысты. Енді мен 2 аймен не істеп жатырмын, асықпай есептеп жатырмын сіздерге. Келесін айтайын. Енді 32 адам 4 адамнан шақыра берсін. Бірақ 2 адамнан шақыра ала ма? Сөзі қанша болады? 64 адам болады. Сіз үшін 4-ші, 5-ші ай кетті. Сіз осы кезде золотой менеджер статусын жабасыз. Енді осы кезде сіз қанша аласыз? 1 миллион теңге аласыз. Плюс енді компания сізге 90 мың теңгеден 93 мың теңге дейді. 93 мың теңгеден 6 ай беремін дейді. Жартысын тағы да 93 мың теңге беремін дейді. Мынау зат товар оборот үшін разы. Ал мына 93 мың теңге сізге сіз осы жерде мынау тоқтап қойса да, жатып алсаңыз да, команданың өзі жұмыс істемей қойсаңыз да, компания сізге 6 ай бойы беріп отырады. Әдемі? Енді мынау аз десеңіз, арғысы бар. Бірақ достарыңыздың бәрі не істеп отыр? Жұмыс істеп отыр. 64-іңіз 2 адамнан шақырғанда 128 адам болады. Сізге 6-шы, 7-ші ай кетті дейді. Сіз осы кезде платин менеджер статусын жабасыз, сіздің доходыңыз осы кезде 2 миллион 300 мың теңге болады. Плюс енді компания сізге 235 мың теңгеден 1 жыл төлейін дейді. Ал 235 мың теңге есептейді. Уже 4 миллион алып отырсыз, е? Сіздің адамдарыңызда не істеп отыр? Босқаныңыздар. Иә. 28 адам 2 адамнан шақырғанда 256 телефон бақытып жүрсін. Дауыс әдемі ме? Дұспанды. Сіздерге 8-ші, 9-ші ай кетті. Сіз директор статусын осы кезде жабасыз. Осы кезде сіз 5 миллион 500 мың теңге ақша аласыз. Осы товар оборот үшін. Енді компания осы кезде сізге 350 мың теңгеден 1 жарым жыл. 235-те 1 жыл төлейді. 350 мың теңге 1 жарым жыл төлейді. Қараңыз, енді сіздің мына жерде 1 жыл уақытыңыз өтті ме? Өткен жоқ. Плюс үстіне қосып не істеп отыр? 500 мыңды, вообще сіз 500 мың ай сайын алып отырасыз. Даже жатып алсаңыз да. Әдемі ма? Енді сіз мына ақшаны алып отқаннан кейін сіз тоқтайсыз ба? Сіздің командаңыз тоқтайды ма осындай ақша алып отқаннан кейін? Жоқ, дальше дұрыс айтасыз.
Mına akırın 2 mil oldu. 2 adamdan çakırıldı, 512 adam. O şeyden argana sıymayın, o şeyden toktay. 10, 11, 12, 1 yıl ketti deysiz. Siz jemşik statusun jabasız. Plus, endi osu кезде, kәдімгі siz düşünüp vereyim. Tavar оборот үшін осы, siz 12 milyon alasız. Plus, endi kompaniya sizge 468 bin tengeden 28 ay төлeydi. Ol почти 2,5 жыл. 28, 468, 28 ayga bölükseniz 13 milyon çıkıyor. 2 yıl olsanız kaçı oldu? 25 milyon. Plus, endi осы кезде siz жемшік статусын жапқан үшін компания sizge 9 milyon hafta bonus veriyor. Havası düşün, mına gezin özünde 34 milyon çarpacağız. Mınanı olsanız, mına gezin özü siz 35 milyon alırsınız, mınanı esip değil mi? Mına